Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Адраспан шөбінің пайдасы туралы ақпарат аласыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Сіз естіп білмеген ақпараттар бар. Адраспан түйетабандар тұқымдасына жататын, тарамдалған бұтағы мол, мыңжылдық шөптесінді өсімдік, оның жапырақтары кезектесе орналасады. Бозғылт сары гүлдері жеке-жеке өседі. Жемісі қоңыр түсті, диаметрі 1 сантиметрдей шар тәріздес қауашақ. Биіктігі 30-60 сантиметрдей, мамыр-шілде айларында гүлдейді. Қазақстанда, еліміздің батыс өңірінде, Кавказ бен Орта Азияда кездеседі. Негізінен сортаң далаларда, елді мекендерге таяу алқаптарда, сонымен қатар құрғақ, тасты беткейлерде өседі. Адраспан құрамында улы гармин және гармалин алкалоидтары, гүлі мен бұтағында пеганин алкалоиды болады. Адраспан улы өсімдік, сондықтан оны тек дәрігердің нұсқауымен ғана пайдалануға болады. Кепкен адраспан емдік мақсатта адраспанның шөбін, яғни сабағын, жапырақтар мен гүлдерін пайдаланады. Адраспан ежелден белгілі дәрілік өсімдік. Кезінде Ибн Сина оны 8 көз жүйкесі қабыну кезіндегі шаңшуды басатын дәрі ретінде пайдалануға кеңес берген. Халық медицинасында адраспан ревматизм, қышыма және басқа да тері аурулары кезінде бұлау жасауға пайдаланылады, ал шөбінен жасалған қайнатпа суық тигенде безгек ауруларына, жүйке жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болады. Адраспанды Кавказ халқы ұйықтататын дәрі ретінде пайдаланады. Оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді және жұқпалы ауру сырқауы бар адам жатқан бөлмені ыстап, залалсыздандырады. Емдік қасиеті жағынан адраспан Орта Азияда ертеден белгілі болған. Бұл жерде оның ұрығын зығыр тұқымымен қосып демікпені емдейді, қара немесе қызыл бұрышқа араластырып тері ауруларына қарсы жағады. Тер шығаратын дәрі ретінде, сонымен қатар ревматизмді емдеуге қолданады. Адраспан шөбінің қайнатындысы мен тұнбасы бас ауруды басып, адамды тыныштандырады, сырқатты асқындырмауға көмектеседі. Сонымен қатар белге суық тигенде адраспан көмегімен емдеуге болады. Ол үшін кептірілген, ұнтақталған 50 грамм адраспан шөбін шүберекке түйіп, сыртынан қайнаған су құяды. Сәлден соң суын сығып, қалтаны жылы күйде белдің ауырған тұсына басып, үстіне қыздырғыш, грелка қояды. Белді осылай күніне 30-40 минуттан бер рет булау керек. Бір қалта адраспанды ыстық суға қайталап салып 4 рет пайдалануға болады. Адраспан улы өсімдік болған соң, оны емге ішкен кезде асасақ болған жөн. Сонымен бірге қолөнерде адраспанды ұзақ қайнатып күрең қызыл бояу алған. Ауыл әйелдері бірігіп текемет басқанда, киіздің қасына көз тимесін деп адраспан және қызыл түсті мата төсеген. Алайда адраспан улы өсімдік. Ашыққан кезде сиыр мен жылқы жеп тыныстары тарылып, уланған сәттері тіркелген. Коронавирустың симптомдары қарапайым тұмаудың белгілеріне ұқсас болса да, шөп оны жойып жібереді деген сөз емес. Оның үстіне, ғалымдар адраспанды коронавирусты жеңе алатын әдіс ретінде санамайды. Бірақ дала шөбінің иммундық жүйе жұмысын жақсартуға, кейбір инфекциялық жеңіл ауруларды жоюға қауқарлы екенін жоққа шығармайды. Жүздеген жылдар бойы ата-бабамыз қолданыста ұстаған дертіне дауа болған адраспанның жоғарыда аталған сырқаттарға пайдасы бары ақиқат. Бірақ осы сәттегі пандемияның алдын алуда тазалық пен жеке бас гигиенасын сақтаудан асқан профилактика жоқ екені дәлелденіп отыр. Өз денсаулығын жақсы күтетін, өз өмірін жақсы жаққа қарай өзгерткісі келетін адам болғыңыз келсе, арнаға тіркеліңіз. Өміріңізге пайдалы видеоны басқа адамдар да көрсін десеңіз, біздің еңбегімізді бағалап, лайк басып жақындарыңызға таратсаңыз, біз қуанышты болар едік. Көп рахмет.